жайымен хабарды түйіндегіміз келеді. Өнердегі, өмірдегі сыйлас достай болған керемет ағамыз еді. Қазақтың тағы да бір шамы сөнді. Сәкен әнін айтатын тауыш енді. Күңгірт тартып күңіреніп сала берді, өткені қайталанбас дауыс өлді. Ол дауыс еді сейілімнің, дауысы шуақ пенен мейірімнің, дауысы дархан жүрек адал жанның, дауысы әппақ қардай пейілімнің. Кезінде талай төрде ән салатын, бар қазақ қошеметпен қол соғатын, айтқанда жас қаламды тамылжытып таңдайы бардың бәрі там санатын. Енушең құшағыма аңсап келіп, басыңа кигізіп ем кәмшат бөрік, әнеді тұла бойың тұнып тұрған, үзіліп түстің көзден моншақ болып. Қайғыдан қарсы айырылды көкірегім, сен менің лаулап тұрған отым едің, соңғы рет көргенімде киіктейін, мөлт қарап келемін деп кетіп едің. Серісең бүгінгінің салы дедің, арқаның әнмен жеткен сарын едің, аяулы сейілімді жоқтап тұрып, өзіңе көңіл айтам, қалың елім деп жырлаған ақын Бауыржан Жақыптың осы жүрек түкпірінен шыққан жоқтау өлеңі бәріміздің жүрегімізде сайрап тұр. Сейіл Аяғанның әндері әуелей берсін, өкінішті өмірінің соңына дейін бірде-бір марапат атақ алмады. Сейілдей әншіні бағалай алмадық, қадірін білмедік. Ардақтағы ағайын, жатқан жері жайлы топырақ торқа болсын. Бүгін енді арқаның жұртшылығы Сейіл ағамызды шығарып салады. Ең бастысы өмірде жақындарымыздың, достарымыздың, ата-анамыздың, балаларымыздың, бауырларымыздың қадірін білейік. Қадірлі тыңдарман, қасиетті жұмада бір сәт болса да өмірден өткен жандарды еске алып дұға жасап, Құран бағыштап қойыңыздар. Себебі бұл өмір жалған. Аман болыңыздар. Кешіккенің қайткені